Сәлеметсіздер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі пәні 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы тасымал. Бірінші жаттығу өлеңді тыңда. Бесік жыры. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлдей, балам әлдей-ай, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаңай. Өлең неліктен бесік жыры деп аталады? Өлеңде ана баласын нелерге теңеген? Құрақ, жұлдыз, бала сөздері жазып келе жатқан жолға сыймаса, қалай жазасың? Міне балалар, осы сауалдарға жауап беріп көрейік. Өлеңнің бесік жыры деп айтылу себебі, бесік тербелісіне ыңғайлы. Сазды әуен, ырғақты сөзбен баланы тыныштандыра отырып, оның жан жүйесі мен санасына ұлттық тәрбиенің алғашқы нәрін сіңіру. Өлеңде ана баласын шырағым, құрағым, құндызым, жұлдызым деп теңеген. Құрақ, жұлдыз, бала сөздерін жазып келе жатқан жолға сыймаса, құрақ, жұлдыз, бала деп тасымалдауға болады. Есіңе сақта, жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Ұстаз, дәрігер, дәрігер. Екінші жаттығу, сөздерді тасымалдау белгісін қойып, көшіріп жаз. Құрақтар, құндыз, жұлдызша, бала деген сөздер берілген. Үлгі, қолын деп тасымалдаған екен. Біз енді сөздерді тасымалдап көрейік. Құрақ, құрақтар, құрақтар, құндыз, жұлдызша, жұлдызша, бала. Міне осындай етіп балалар тасымалдайтын боласыздар. Жұмбақты оқы, шешуін тап. Даладай кімнің бейілі? Даладай кімнің мейірі? Ана. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар балалар. Бастауыш сабақтары каналында көптеген балалар арналған үй тапсырмалары бар. Сол тапсырмаларды мұқият қарап шығып, күнделікті сабақтарыңызды түсініп алсаңыздар болады. Сау болыңыздар балалар, зейіндерің ашылсын.